Қайырлы күн балалар. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Балалар тыныш. Көңіл күйіңіз қалай? Олай болса, біздер бүгін пішіндер бағына саяхатқа шығамыз. Пішіндер бағына саяхатқа шығамыз. Саяхатқа біз қандай көлікпен шығамыз? Мына жерде не көріп шығып балалар? Не көріп шығып? Көліктер. Біз қай көлікті таңдаймыз? Ұшақты? Жақсы. Олай болса қазір біз ұшақпен пішіндер әлеміне саяхатқа шығамыз балалар. Барлығымызда барамыз ба саяхатқа? Жақсы. Олай болса қауіпсіздік белдіктеріңізді тағыңыздар. Ұшаққа отырамыз балалар. Жақсы. Бүгінгі сабағымыз пішіндер деп аталады. Балалар, пішіндер дегеніміз не? Пішіндер дегеніміз не балалар? Пішіндер дегеніміз геометриялық фигуралар екен, яғни суретке қарайық. Барлығымыз бірге суретке қарайық. Мына жерден біз қандай пішінді көріп тұрмыз? Жұлдыз. Сосын шеңбер, үшбұрыш, төртбұрыш, тік төртбұрыш және сопақша көріп тұрық. Ал енді төменгі жағынан бұл пішіндердің біз несін көріп тұрық? Көлеңкесін көріп тұрық. Жақсы. Біз алдарымыздағы суретпен қазір жұмыс жасаймыз. Мына терекке балалар, біз мына қиынды пішіндерді орналастырамыз. Барлығымыз бірге жұмыстанайық. Ал айтып жасаймыз. Жапсырамыз апат, үстісіне қоямыз. Ал бастайық жұмысымызды, одан әрі бастайық. Мансұр, ұста шешіп жүрейік. Шеңбер деп айтамыз да? Шеңбер. Сопақша. Айтыңдар шеш. О қандай? Үшбұрыш. Үшбұрыш. Тік төртбұрыш. Тік төртбұрыш. Ромба. Ал терегіміз бүтінденді ме? Қызыл терегіміз яғни бүтінденді. Медетпен аяғаға тастаймыз. Қазір бірге. Ал істеңдер, медет істе шеш. Айтамыз. Ромбыды. Мынау. Төртбұрыш. Сопақша. Үшбұрыш. Төртбұрыш. Жақсы, аяла отыра ғой, сендердікі де дайын болды. Ал атын айтамыз. Мынау қандай бұрыш? Айзере қандай бұрыш? Орналастыр шеш. Нұрдәулет орналастыр. Бұл қандай бұрыш? Төртбұрышты. Мынау қандай бұрыш? Бұл қандай? Шеңбер. Тік төртбұрыш. Айтайық, балалар айтайық. Сопақша. Бұл қандай бұрыш? Нұрдәулет? Үшбұрыш. Ал бұл қандай? Мынау қандай пішін? Мынау қандай пішін балалар? Қандай пішін? Шеңбер. Жақсы. Ал балалар, отыра орнына. Шеңберге байланысты. Біз шеңбер пішіні деп нені айтамыз балалар? Шеңберге не ұқсайды балалар? Айтайықшы бірге. Не ұқсайды шеңберге? Доп ұқсайды. Сосын шеңберге тағы не ұқсайды? Не ұқсайды шеңберге? Жоқ. Не көріп тұрық балалар не жерден? Күн көріп тұрық та? Күн көзі неге ұқсайды? Шеңберге ұқсайды. Сосын шай ішетін кесеміз неге ұқсайды деп айттық? Неге ұқсайды? Шеңберге ұқсайды. Ал үшбұрышты балалар, Нұрдәулет, үшбұрышты деп үйдің шатырын ұқсатамыз ба үшбұрышқа? Үйдің шатыры неге ұқсайды? Үшбұрышқа ұқсайды екен. Ал кеме балалар қандай бұрышқа ұқсайды? Кеме қандай бұрышқа ұқсайды пішінге? Үшбұрышты пішінге ұқсайды екен. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымызға сындыңыздар ма? Нені өттік біздер бүгін? Пішіндер. Қандай пішіндер бар екен? Айтайықшы, қандай
пішіндермен таныстық? Сосын төртбұрыш, сосын төртбұрыш, шеңбер, үшбұрыш айттық қой, иә? Сосын сопақша, сосын ромбыда осы пішіндермен танысты. Олай болса, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.